Сардор Абдиев. Ережеп Доспол. 66 келі салмақ дәрежесі. Бойы ұзындау енді Абдиевтің. Оған қоса Muay-Thai шебері екенін айттық, сондықтан Ережепті барынша өзінен алшақ ұстауға тырысады. Тұрысынан ақ байқап отырсыздар, қазір жолатпайды өзіне. Ой, пошел сразу же в борьбу. Дұрыс, ол несі бар, ұялудың қажеті жоқ бұл жерде. Ережеп Доспол. Ой, салып атыр құлаштап соққыларды қараш. Ережептің қолдары да бар, шыны керек. Әуесқой спортта бірнеше хайлайтсын көріп қалған жайым бар. Бастан салса оңдыртпайды. Сондықтан Сардор бұл жерде тек қана күреске мән беруі керек емес деген сөз емес. Досполдың қолдарына да қарап отыру керек. Отработал здесь передней ногой Сардор Абдиев. Muay-Thai'да өмеге жақсы бейімдепті, байқалып отыр Абдиев. Бірақ торға жақын тұрып қалуға болмайды. Жақындайды Ережеп қазір, әрине. Осылай түрткілеп жүріп тағы да өтіп кетеді клинчке. Ой, мына жерде тізе тигенде борьба включилась от Доспола. Бұл слэм, құрметті көрермен, көтеріп алып Попытается жерге бір қойды. Сесть в маунт. Тамаша. Пошло добивание от Доспола. Салып атыр соққылар, бірақ ең алдымен позицияға ие болса дейміз. Ережеп тағда міне қараш. Ойына келген жасап атыр. Армбар жасайды ма? Жоқ. Шығармай қойды. Сардор құтылдым ба деп еді. Жоқ, болмады. Қайрадан тартып алды партерге. Босаңсуға болмайды ғой. Бұлай күресетін адамға қарсы босаңсуға болмайды. Снова маунт оказывается. Неужели пойдет за армбара? Қолын беріп қойып жатыр, Абдиевтің өзі. В глухой защите. Бірақ Сардор соққы жалдыра беру керек. Түбі жетеді мақсатына. Рефери близок к остановке этого поединка. Ережеп тоқтатпау керек шабуылдарын бұл жерде. Ережеп должен, да. Тамаша, салып атыр соққыларды. Да, все правильно делает. А вот Сардор должен встать на ноги, разворачиваться, показывать, что в пассиве не находится. Рефери дал времени больше, чем достаточно, как и в предыдущем поединке. Ережеп Доспол. Первая профессиональная победа в первом раунде. Все сделал правильно. Нейтрализовал абсолютно сильные стороны своего оппонента. Включил борьбу и смог удосрочить. Бұл жекпе-жекте техникалық нокаутпен жеңіске жетті. TKO победу техническим нокаутом одержал боец, представляющий Пипа-1 Шымкент, Доспол Ережеп.